Армысыздар достар. Мен сіздерді қазақ тілін үйрететін ұстаздарыңыз Гүлжан апайларыңыз боламын. Қазақ отбасындағы тіршілік тарауы. Бұл бейне сабақта біздің студент қызымыз Нұриса сіздерге қазақ отбасындағы тіршілігі туралы айтады. Отбасы сыйластық орнаған орта. Отбасының әрбір мүшесі өзара сыйластықты сақтауға тиіс. Сонда бірлік, татулық берік болады. Әке отбасындағы барлық қамқорлықты атқарса, ана отбасына нәр беруші адам. Сондықтан бала өмір бойы ата-анасының еңбегін, жақсылығын сыйлауы тиіс. Фильмді мұқият қарап, одан әрі грамматиканы зерттейміз. Етістік, болымсыз етістік, сан есім, жуан жіңішке сөздер, сөздің тура және ауыспалы мағынасы, сөйлем мүшелері, сөйлемнің бірыңғай мүшелері, септік жалғауы, тәуелдік жалғауы, оқулық тапсырмаларын орындаңыздар. Рахмет!